Явuz Девран екеуі келіскендей өтіріктен Хазарды құтқаруға келеді. Хазар да оған сенгендей болады. Девран мен Явuz екеуі бірігіп осы жоспарды жасап жатқанды Хазар жақсы білетін еді. Явuz, мен сендерді құтқардым, есесіне маған қару-жарақтың қайда екенін айтасыңдар дейді. Месуд пен Девран екеуі барлығын көліктен бақылап отырған еді. Хазар қару-жарақты үйге жасырып қойған екен, ол жолда қашпақшы да болады, бірақ Явuz ешқайда қаша алмайсың деп қаруын көрсетеді. Кетсең атамын дейді. Бұл уақытта Вахаптың жағдайы жақсарып, оны ауруханадан шығарғалы жатады. Первин Киви кемпірден келген хатты оқи бастайды. Хатты оқып жатып, Первиннің қол-аяғы дірілдеп, жылап жібереді. Қолындағы қағаз жерге түсіп кетеді. Первин ұлым деп жылап жатыр. Хазар Явузды қала сыртындағы бір үйге әкеледі. Қару-жарақты сонда жасырған екен. Явuz қару-жарақты іздестіруге кетеді. Хазар жасырып қойған телефонды тауып алып, Первинге қатты бердіңдер ма деп біреуден сұрап жатыр. Явuz қоймадан қару-жарақты табады. Девранға хабарласып, мен қару-жарақты таптым, енді менің ісім тәмам деп кетіп қалады. Хазар мен Баде іздерінен Девранның келе жатқанын білетін еді. Әдейі олардың көзіне түсіп қашпақшы болады. Сол кезде Девран алдынан шығады. Девран Хазарға, мен сені өлтіремін, атып өлтіре салмаймын, сені қинап, азаптап, ұрып өлтіремін дейді. Сөйтіп екеуі төбелесе кетеді. Хазар барлығын жоспарлап қойған еді. Девранның келіп осылай істейтінін де білген еді. Сондықтан ол тастың астына қару-жарақ жасырып қойған екен, оны қалтасына салып алады. Первин Азизеге хабарласып, Девранның қайда екенін айт деп, екеуі сонда келе жатады. Азизе қатты оқи бастайды. Киви кемпір жас кезінде Первиннің бірінші баласын ұрлап кеткен екен. Ұрлауының себебі, ол баланы өз ұлындай бағып-қағып өсіріп, ол бала өскенде әулет басшысы ретінде қойғысы келген екен. Сөйтіп алаздардан билікті тартып алмақшы болыпты. Первин мен Бахап жас кездерінде жоғалған балаларын іздеп таппай қойған екен. Сондықтан Девранға ол баланы өлді деп айта салыпты. Екеуі төбелесіп жатады. Бір кезде Хазар қаруын алып Девранға береді. Мені өлтір дейді. Сол уақытта Первин мен Азизе де келеді. Первин жылап Девранға оны өлтірме деп жалынып тұр. Ол Хазардың ойыны болатын. Ол Девранның жеңетінін біліп, тағы да бір жоспар құрған екен. Хазар ұсталмай тұрып барлығын жоспарлаған. Первиннің оқыған хатын Киви кемпір жазбаған, оны Хазардың өзі жазған екен. Хазар Первиннің ұлы емес, ол әдейі Первинді пайдаланып отыр. Хазар хатты жазып, адамына мынаны Первинге ауруханаға жеткізіңдер дейді. Енді барлығы Хазарды алаздардың үлкен ұлы деп ойлайды. Первин Девранға оны атпа, өлтірмеші, ол сенің ағаң дейді. Хазар да Девранның жынына тиіп, көрейік, сен туған ағаңды өлтіре алар екенсің ба дейді. Девран не істерін білмей қалады. Неше жылдан бері өлдіге санаған ағасы Хазар болып шықты.